Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Біз күн сайын логотип жасап үйреніп жүрміз. Яғни сделанное лучше идеального деген Европада сөз бар. Яғни ештеңе жасап көрмегеннен көріп бірдеңе жасап какой-то бір результат алған қайда жақсырақ дейді. Сондықтан осылай біз иллюстратор бағдарламасын ашып аламыз. И круг. Тура осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті мен Pinterest'тен алдым. Осылай круг қойып аламыз. Бұны біз енді копировать етіп аламыз шетке. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз. Ctrl-S, Ctrl-F. Мінекей. Осылай қойып қоямыз. Осы жерге. Осылай қоямыз. Сосын осыны былайынан әкеліп. Көшіріп қойып. Артық элементті көшіріп тастаймыз. Осыны былай қойып қоямыз. Мінекей. Артық элементті тағы да өшіріп тастаймыз. Осы жерге былай линия қойып қоямыз. Мінекей. Енді осы жерге былай круг қойып аламыз. Мінекей. Енді осыны беті объект разобрать етеміз. Окей деп басамыз. Мінекей. Енді мына жерге осыны аламыз да объект контур, создать параллельный контур. Окей дейміз да, мына жерде артық элементті өшіріп тастаймыз. Осы жерде үш рет басып, үш рет емес, бірнеше рет басамыз осыны. Осыны өшіріп тастаймыз. И және де осыны таңдап объект контур, создать параллельный контур. Окей дейміз. И мына жерден артық элементті өшіріп тастаймыз. Мінекей. И мына жерде тоже белгілеп аламыз. Артық элементтерді осылай өшіріп тастаймыз. Киіз үйге ұқсап тұр деңіз, әдемі болды. Ладно. Осылай кете берсін. И осылай линия қойып аламыз. Вот кетеміз ба, осыны қойып қоямыз. И осы жерді алып, осы жерге бір кнопканы басып жібереміз. Қалыңдығын көбейтеміз. Осы қойып қоямыз. Мінекей. Енді осы жерге кругты қойып аламыз. Объект разобрать оформление. Көшіреміз осылай. Осылай.
қойып аламыз. Трансформировать зеркальное отражение, копировать дейміз, осылай қойып қоямыз. Мынаны өшіріп тастаймыз. Сосын белгілеп аламыз да бүйтіп қиғаш қоямыз. Сосын басамыз объект, контур, создать параллельный контур, окей. Солай артық элементтерді алып тастаймыз. Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмысымыз дайын болды. Пипеткамен түсін таңдаймыз. Осыны ортаға қойып қоямыз. Достар, жалпы осымен біздің логотип жұмысымыз дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып түргелі ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз, Құдай қаласа.